Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Спорт 12 YouTube арнасы алғашқы шығарылым Чемпиондар лигасы Интер Барселона матчына арналады. Дәл қазір біз Интер мен Барселона арасындағы сойқан керемет матчтың куәсі болдық. 15 минут алдын біз тікелей эфир жасадық Телеграмда. Сол жақтан кейін мені студияға келіп сіздерге алғашқы YouTube'тағы шығарылымны видеоны жазып жатырмыз. Жалпы естеріңізде болса, біз TikTok'тағы әлеуметтік желімізге, Instagram'ға біз болжам айтқан болатынбыз. Сол болжамда Интер өзі жеңіске жетеді. Жалпы бұл айтқанда Интерді жылан деп атайды ғой көпшілік. Жылан деп атағаннан кейін ол жыландарды білесіздер. Жыланға сен тиіспесең, ол тыныш жүре береді. Бірақ тиісіп қойсаң, саған аямайды, шабуылдайды. Тура осылай болды. Барселона басында өз үйінде жыландарға тиісті дейікші. Жыландарға тиісіп, 3-3 есебі тіркеліп, содан кейін осы Италияда шешуші ойын өткізетін шешті. Бірақ оған жыландары мүмкіндік берген жоқ. Флик шәкірттері требл жасаймыз, жеңіске жетеміз, Чемпиондар лигасын аламыз. Мына жерде жазылып тұратын 5 деген бар ғой. Соны 6 істейміз деп жүргенде, бірақ Интер қоя тұрыңдар жігіттер, біз бармыз ғой деді, аямай шақты ғой общем кәдімгідей. Матч қалай болды? Ендеше соған тоқталайық. Матч бастала сала Интер шабуылдады. Шабуылдағанда да керемет шабуылдады. Содан кейін 21-ші минутта Мартинес деген керемет гол салды ғой, керемет. Қисығынан тұрып, былай бұрылып, былай тепті ол кәдімгідей. Тепіп, есепті ашты. Содан кейін бірінші таймда біз 2 гол көрдік. Сол біреуі Мартинестің голы, екіншісі Чалханоғлының пенальтидегі болған голы. Пенальтиден жақсы сәтті орындады. Бұл айтқанда дәл осы ойында Реал Мадрид болсын, Реал Мадридтің жанкүйерлері болсын, барлығы Интерге жанкүйерлік етті ғой. Бірінші тайм 2-0 мен бітті. Содан кейін Флик шәкірттерін киім ауыстыру бөлмесіне барып, көптеген мотивация берсе керек. Айтқан болшық, сен былай ойнаңдар. Ямалға шабуылдамайсың, неге теппей жатсың? Рафиня, сен неге жүгірмейсің соңына дейін деген сияқты сөйтіп айтқан болса керек. Шықты. Естеріңізде болса, бірінші ойында да дәл осындай жағдай болған. Шығып, сразу гол салып тастаған. 54-ші минутта Гарсия гол салып кетті. Ойлаңыздаршы, 6 минутта 2 гол салды Барселона. Ольма гол салып, есепте теңестірілді 60-ші минутта. Бәріміз ойладық, жалпы болды, осылай бітетін шығар. Барселона өзі треблын жасап, дегенін жасайын деп жатыр деп. Бірақ Интер деген оландай ғой, баған айттым ғой, жыландар шағат деп. Рафиня 3-ші голды салғаннан кейін 87-ші минутта Интер ояна бастады. Шабуылдай бастады. Себебі стадиондағы атмосфера, адамдардың барлығы Интердің жеңісіне сеніп, бұл айтқан кезде көрермен 12-ші ойыншы дейді ғой. Сондай атмосфера жасап, кәдімгідей керемет қолдау жасады. Төреші 90 минутқа 5 минут қосып берді. Бұл кезде Барселона жеңіске жетіп, каталониялықтар деген қуанып, біз уже финалистпіз, финалға шықтық, бұйырса требл жасаймыз деп отқан еді. Бірақ оған мүмкіндік беретін Интер бар ма? Интер тағы да 90 минутқа қосып берілген 5 минуттың 3-ші минутында Ачерби гол салып, есепті теңестіріп, ойынды экстра таймға жалғастырды. Менің ойымша Интер деген жақсы қорғанды, шабуылдай алды, гол өткізді және гол салды. Жақсы, әдемі, керемет ойын өрнегін көрсетті. Экстра тайм басталды. Экстра тайм басталған кезде алғашқы 10 минуттың ішінде италиялықтар шабуылды тоқтатпады, шабуылдады. Экстра таймның 99-ші минутында Фраттези гол салып, командасына үміт сыйлады. Үміт сыйлағанда қалай? Жеңіс голын сыйлады десек болады. Дәл осы голдың арқасында Чемпиондар лигасының финалына шықты. Флик шәкірттері неміс машинасын орнатқанымен, бірақ италиялықтарды жеңе алған жоқ. Әрине, бұл Реал Мадрид емес жеңіп кететін. Камбек жасайтын бұл енді Интер деп айтсақ болады. Реал Мадрид қазір камбек жасап жүрген жоқ. Барселона Реал Мадридке тұзақ дайындаса, сол тұзақты Интер Барселонаға дайындап қойғанын көрдік бұл ойында. Не дегенмен енді требл жасай алынбайды. Требл жоқ.
себебі заявка қабылданған жоқ. Енді келесі ойынға болжам айтатын болсам, Арсенал ПСЖ. Арсенал жақсы ойнап келе жатыр. Реал Мадридті ұшырды. Реал Мадрид ұшырғаннан кейін Реал Мадрид жеңген команда әрине чемпион атанады деген ұғым бар. Бірақ мен ол ұғымға тағы да өз ойым, бұл жеке пікірім, оған қарсы шығайын деп тұрмын. Париждіктерді білесіздер, қазір қарқаны өте жоғары, Дембеле деген жүгіріп жатыр. Баяғыда Барселонада ойнаған кезде ондай қатты ойнамаған еді. Бірақ негізі Барселона аша алмады ма, қазір ашылып жүр. Франциялықтар дәл осы ертең болатын ойында жеңіске жетіп, финалда дәл осы менің ойымша Интер мен ПСЖ болатын сияқты. Барселона енді чемпиондар лигасына ұшып кеткеннен кейін енді бір ғана мақсат Ла Лиганы жеңіп алу болып тұр Флик шәкірттеріне. Негізі бүгін Рафиньяда, Ямалда қатты ойында көрінбеді деп айта алмаймын, себебі жақсы ойнады. Енді дәл осы ойында Реал Мадридке қарсы көрсету керек. Реал Мадридте мына жақтан Барселона Интерден ұтылып қалғаннан кейін әрине қатты ойнайды, Ла Лиганы жеңіп алу керек. Чемпиондар лигасы деген үлкен турнир ғой, енді жеңіп ала алмағаннан кейін басты мақсат Ла Лига болайын деп тұр. Ла Лигада қазір 79 ұпаймен бірінші орында, 75 ұпаймен Реал Мадрид екінші орында тұр. Әрине, енді бұл Эл Классико шешетін ойын чемпиондықта. Эл Классикода кім жеңіске жетсе, сол чемпиондыққа бір таман жақындайды. Жақындағанда да қалай? Егер Барселона Эл Классикода жеңіп кетсе, онда чемпион атанды десек болады. Егер жеңіліп қалып Реал Мадрид ұтылып қалса, Реал Мадридтің чемпион атануына бір қадам жақындады деп айтсақ, ол қате емес деп ойлаймын. Жалпы алда қызықты матчтар бар. Дәл осы матчтарды Спорт 12 Телеграм арнасынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Жалпы бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Ертең Арсенал және ПСЖ арасындағы ойынға дәл осындай шолу жасаймыз. Ертең екінші шығарым болады.